У вас тоже такое бывает, мысалы бәрін қоя салғың келеді, осы успешный успехті жасамай-ақ қой, ешқандай бір миллион миллиардты таппай-ақ қой, вообще никто бол, бір популярный адам болмай-ақ қой, кәдімгі обычный өмірді сүргім келеді деген сияқты бір желание болса, мен сіздермен біргемін. Бәрін қоя салғым келеді, не үшін Инстаграм жүргізіп жүрмін, не үшін курстар жасап жүрмін, кім үшін жасап жүрмін деген сияқты сұрақтар келеді. И вроде бы айтып жүрген тақырыбым өте актуальный тақырып, зренияның тақырыбы қазір номер 1 тақырыптардың бірі. И жыл сайын кәдімгідей, не то что жыл сайын, ай сайын, күн сайын зрениялары нашарлап келе жатқан не только үлкен адамдар, но и балалар да зрениялары нашарлап жатыр да. И соған қарамастан адамдар дым да жасағылары келмейді, ешқалай өзгерткісі келмейді. Соның өзінде актуальный тақырып дегеннің өзінде, получается, менің жаңағыдай видеоларым көп просмотр жинамайды, подписчик өте ақырын жиналып жатыр. Енді Инстаграмда 5000-нан астық, ТикТокта 8000-ға жуық болып қалды подписчиктер. И қазір ойлап отырсам, менде мынандай нәрсе болған екен. И көптеген көмектесетін профессиялар бар емес па? Психологтар болсын, басқа да дәрігерлер болсын, тағы да басқа. Бізде мынандай нәрсе бар да, адамға көмектесіп жатырмын ғой деп, көмекке қалай ақша сұрайсың? Ол бір ма? Екіншісі, ол біз хобби ретінде қараймыз всегда. Яғни хобби дегенне ол сен бос уақытында айналысатын нәрсе да. То есть жүйе жоқ, определенный бір план жоқ. Мен осы айда мынанша продажа жасауым керекпін. Мен осы айда мынанша рилс түсіруім керекпін. Мынанша подписчик жинауым керекпін деген сияқты нәрсе жоқ та бізде. По желанию. Мен де иногда стористарыма жазам, дайын болсаңдар келіңдер деп. То есть ешқандай маркетинг жоқ, больдан басу жоқ, бір манипуляция жасайтындай дүниелерді қоспаймын да, чисто экологично адам өзі түсініп келіп шешім қабылдауы керек, келу үшін деген сияқты сондай бір ойлар болатын да. И қазір ойлап отырмын, ол дұрыс емес, потому что осы уақытты өте келе мен түсініп жатырмын да, адамға оның проблемасы бар екенін бірінші түсіндіруің керексің да, сосын уже өзінің курсын сатуың керек екенсің, оказывается. Ал біз не істейміз? Адам өзі түсіну керек, қандай состояниеде екен, и соған шығатындай бір жаңағыдай выход іздеу керек, сөйтіп сені тауып келу керек деген сияқты. Ол да дұрыс емес екен, оказывается. И ақшалай цель қоймағанмын, никогда. Мысалы, кейбіреулер бар ғой, осы запусктан мен үй аламын, осы запуск жасасам, мынанша миллион жаңағыдай тапсам, онда мен көлік аламын деген сияқты өздерінің бір ақшалай мақсаттары бар, А менде ондай нәрсе болған жоқ. Потому что базовый потребностьтардың бәрін жолдасым жабады да, ал менің өзімнің жаңағыдай табыс көзім бар. И блогқа, получается, именно Инстаграм, ТикТоктарға келген кезде мен как ақша табатын емес, жаңағы айтқан хобби сияқты қараймын да. То есть определенный цель жоқ, осыдан ақша жинасам, ақша тапсам, табыс тапсам, мынанша ақша табуым керекпін осы айда, и мен мынаны алам деген сияқты цельдер болмаған. И егер де блог жүргізіп жүрген болсаңыз, вообще енді бастап жатқан болсаңыз, онда всегда осындай бір цельдерді болуы, но ол цель негізінде үлкен глобальный цельді алған дұрыс екен да, потому что сен көлік алу аса бір қымбат тұрмайды, Хорошо, сен жатпай тұрмай 6 ай жұмыс жаса, 1 жыл жұмыс жаса, сол көліктің ақшасын табуың мүмкін да, но бір жылдан кейін уже сен не істейсің, сынып қаласың, вообще жүргізгің келмейді, потому что ары қарай уже мотивация жоқ, мақсат жоқ деген сияқты. Сол кезде уже новый мақсат керек болады. И потом уақытымды жоспарламайтынмын. То есть кәдімгі жұмыс уақыты сияқты, мысалы мен суббота менталды арифметикаға баратын болсам, 10-нан сағат 5-ке дейін мен сол жерде болатынымды білемін, И бүкіл әлем, бүкіл бала шағам демеймін, балаларды қалдыратын адам болады, жолдасымның жұмысыма кедергі емес, сол уақытты мен арнаймын. Басқа кезде, именно блог жүргізген кезде, осы Инстаграмда жүргізіп онлайн жұмыстарды жасаған кезде, менде қалай контент жасау үшін, эфирлар өткізу үшін, сату үшін определенный бір уақыттарды
мен белгілеп қоймағанмын. То есть уақытым бар кезде ғана балаларды өздерінің жаңағы садигына, қосымшаларына апарып келем, содан қалса уақыт жасаймын, қалмаса онда кейінге қалдырылады, мысалы ертеңге қалдырылады, сонымен уже ары қарай кете береді деген сияқты. И контенттің да жүйелі болмауы, мысалы контент план жазылады, алдын ала бір айға жазатын жандар бар, мен ондай алдын ала контент план жасамаймын. То есть ойыма қандай тақырып келіп қалады, соны ғана салам. Мысалы бір күн очки жайлы айту мүмкін, бір күн көз жайлы айту мүмкін, бір күн тағы басқа нәрсе жайлы деген сияқты. То есть бір-бірімен бір жаңағындай үйлесімі жоқ. Но хорошо, что хотя бы зрение жайлы ғана айтады екем да, басқа тақырыпқа қуып кетпейді екен. Соның өзі хорошо. Ол да бертін келе бүйтіп устаканиться етті да, потому что оның алдында мен әртүрлі тақырыптарға жаза беретінмін. А қазір уже чисто осы зрение тақырыбы, зрениенің психосоматикасы деген тақырыптарды ғана қозғап жүрмін. Енді қандай шешім қабылдап жатырмын қазір? Мен де осы жақын бір 3 айдың ішінде орындалатын глобальный бір ақшалай цель қойғым келіп тұр. Соны орындасам, мына нәрсені жасаймын деген сияқты. Көлік аламын, немесе саяхаттап келем, немесе тағы да басқа деген сияқты. Сондай бір цель қоямын. Именно блогтан тапқан ақшамның барлығын сол салаға, жаңағы сол арманды орындауға жұмсаймын деген сияқты. Потом уже жүйе қалыптастырғым келеді. Определенный мына уақыттарда мен контентпен айналысамын, басқа уақытта мен барлығын ысырып қоямын да. То есть ыдыс-аяқ жуылмаса да, балаға қаралмаса да, тағы да басқа болса да. Енді балаға қарайтын адам табылады ғой негізінде. Просто басқа шаруалардың барлығын қоя тұрып, именно осы 2 сағат па, 2 сағатымды мен контент жазуға ғана арнаймын деген сияқты. Сондай бір шешімдерді қабылдап отырмын. Келесі шешім ол не идеально жасау. То есть осылай мен кухняда отырып видео түсіре салу мүмкін, немесе сыртта түсіру мүмкін, немесе спальняда, немесе кабинетте деген сияқты әртүрлі форматтарда түсіре беру, не усложнять. Қалай жасай аламын солай, бір сложный кәдімгідей монтаждарды да жасауды не хочу, потому что оның алдында мен жасап жүрдім негізінде. И ассистент бойынша, и жаңағындай аватар бойынша жасап, контентті. Сосын барып уже вот это все заморочка мне надоело, потому что бұл нәрселер менің көп уақытымды алады, монтаж жасаудың да неше түрлі қыр-сырын үйрендім, бірақ та оның барлығы отырып, каждый нәрсенің барлығын, артық нәрселерін кесіп, жаңағыдай наложенияларды қойып деген сияқты дүниелердің барлығы у меня энергиямды да, уақытымды да алып кетеді. Лучше я найму кәдімгідей мобилографты и сол кісі заниматься етсе, потому что мобилограф ол күніне қаншама видео жасағандықтан ему может и легко. А маған ол нәрсе қазір мен көп уақытымды құртамын именно монтажға, сондықтан да сложный бір монтаж жасамай-ақ осылай камераны қосамын да и сөйлей беремін деген шешімге келдім. Егер де менің видеоларым сіздерге қызық болып жатса, онда подписка жасаңыздар, колокольчик қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Осы арқылы негізінде адамдар шабыттанады, қазақты қазақ көтермелемесе кім көтереді деген сияқты сұрақ қой. Бізде көреалмаушылық, біреудің жаңағы өрлеп бара жатқан адамның аяғынан тартып құлату деген нәрсе, оны давайте бізге дейінгі ұрпаққа қалдырып кетейік та. Бізден басталатын ұрпақ, бізден кейінгі ұрпақтар тек қана бір-бірінің жетістігіне қуанатын, қолынан ештеңе келмесе де, мысалы менің сатып жатқан курсым сізге аса қажет болмаса да, онда курсты алмасаңыз да хотя бы комментарий жазып, бір шабыт беретін нәрсені жазып, немесе өзіңіздің салаңызға басқа да бір саланың маманы болып, осы видеоларым сізге бір инсайт берсе, белгілі бір ой тастаған болса, соның барлығын комментарияға жаза кетіңіздер. Себебі сіздердің белсенділіктеріңіздің арқасында менің осы видеом одан да көп аудиторияға танымал болады, и сол арқылы сіздер мүмкін осы видеоны көріп, бір адам зрение курсын алып, өзінің зрениесін жақсартуы мүмкін. Және де оның жаңағындай зрениесінің жақсаруына сіз ықпал еткен жан ретінде сізге де сауап жазылатын болады міндетті түрде. Сондықтан да давайте лайктарыңызды, комментарияларыңызды аямаңыздар. Осындай бір қазақ контенттары жасасын деп қояйық. И маған да ол шабыт беретін болады. Давайте пока-пока, келесі видеоларда кездескенше.